Сәлем достар, біз бүгін күнделікті жеп жүрген нанымыздың денсаулығымызға пайдасы тиіп жатыр ма, әлде зияны ма, сол жайлы білетін боламыз. Ол үшін соңына дейін көріңіздер. Ғалымдардың айтуынша алғашынан осыдан 15 мың жыл бұрын кездейсоқ пісірілді. Содан қанша заман өтсе де нан әр уақытта адамдардың бастасы болған. Қазірде жаңа зерттеулерге байланысты ғалымдар үйреншікті нанның ағзаға зиян қасиеттерін таба бастады. Сонымен нан зиян ба, пайдалы ма? Бұл тек қандай нан екеніне байланысты деген қорытынды жасады ғалымдар. Ақ нан әйелдерде жүрек тамыр ауруларының даму қаупін 2 есе жоғарылатады. Бір бөлке қара нанның ақ нанға қарағанда пайдалы екені рас па? Ал нанды етпен жеуге болмайды дегенге сенуге бола ма? Және глютеннен қорқуымыз керек пе? Нан тезірек тойуға және ұзақ уақыт тоқ жүруге көмектеседі. Сондықтан одан бас тартпау керек. Ашытқы қосылған нан газ түзілуін тудырады. Сондықтан оны жемеген дұрыс. Шындығында кез келген нан газ түзілуін тудыра алады. Ішектегі бактериялар нанның құрамындағы жеңіл көмірсулардан газ және сүт қышқылын жасайды. Алайда мұндай құбылыс барлық адамда бола бермейді. Тек аш ішекте бактериялардың көбеюі синдромы кезінде ғана кездеседі. Біздің ойымызша, нанды етпен жемеген дұрыс. Бұл ас қорытылуын қиындатады. Шындығында қиындатпайды. Тағамдарды араластырмай жеу ғылыми тәжірибе емес. Астың қорытылуы ұйқы безінің ферменттері арқылы жүзеге асады. Ал нанды қорытатын амилаза және етті қорытатын трипсин и липаза ферменттері қатар бөлінеді және бір-бірінің жұмысына кедергі келтірмейді. Нан жайлы біраз ақпараттар алдық. Мен каналымда асқа байланысты түрлі тамақтардың жеміс жидек көкөністердің денсаулығымызға пайдалы пайдасыз екенін айтатын боламын. Оған қоса түрлі тәттілердің рецепттері мен жасалу жолына дейін көрсететін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өйткені әр салған видеомды жіберіп алмас үшін. Келесі видеомда кездескенше.